Достар, егер де кейде адамға 100 миллион теңге беретін болсаң, ол 1 жылдың ішінде, 2 жылдың ішінде ол ақшаны жоқ қылады. Ал бай адамға бүкіл дүниесін тартып алатын болсаң, ол қайтадан 1 жылдың ішінде қайтадан сол қалпына қайтып келеді. Неге деп ойлауы мүмкінсіңдер? Айырмашылық ол ойлау жүйесінде. Кедей адамның мышлениясында ол тек қана ақшаны жаратуды ғана біледі, ақша жинауды білмейді. Қалай жинау керек, ақшаны қалай сақтау керек, қалай оны көбейту керек, оны білмейді. Ал бай адамдар, олар всегда миын качать етеді. Анау жимға барып зарядка істеп, мышцаларын качать етесің ғой. А байлар болса, мышцадан бөлек миын качать етеді. Не істейді олар? Кітаптар оқиды, семинарларға қатысады, көптеген мықты адамдармен кездеседі, тәжірибе жинайды. И оның арқасында ол ешқашан жаңағыдай ақшаны ойламайды, ақша өзі келеді. Егер олдан бүкіл машинасын, үйін, ақшасын, бизнесін тартып алатын болсаң, ол біледі қайтадан ол ақшаны қалай жинау керектігін. Сондықтан всегда мен айтам, мышление өте маңызды, және білім маңызды. Егер білім болып сенде әрекет болмаса, сен ештеңе жасай алмайсың. Ал әрекетің бар, бірақ білімің болмаса, тоже ештеңе жасай алмайсың. Сондықтан всегда екі нәрсені ұстану керексің. Бірінші очередь білім, екінші очередь әрекет. Өйткені осы екеуі бірге болсаған нәтиже болады. Барлығымыз білеміз, что кейде адамдар, когда лотереядан үлкен сумма ұтып алған кезде, ол не істейді? Барады да ақшаны жаратады, барады да оған үй алады, машина алады, қымбат дүниелер алады, қыдырады, шашады, ішеді, жеді, в общем, быт-шытын шығарады да. И соңында қайтадан сол бұрынғы қалпына қайтып келеді. Не болмаса, ол одан да хуже жағдайға келіп қуып кетеді. Сөйтеді ол қайтадан қалған құтқан ақшасын қайтадан лотереяға тығады. Ол қайтып байып кетемін деп ойлайды. Соңында ақша да жоқ, лотерея да жоқ. Сонымен, в общем, бұрынғы кедей күні нормально еді, наоборот, одан сайын хуже болады. Неге? Өйткені кедей адамдар тек қана ақша жаратуды ғана біледі. Олар қалай көбейту керек, қалай үлкейту керек, қалай дұрыс жасау керек, оны білмейді. Мысалы айтайық, ол кедей адам даже қымбат дүние алғанның өзінде, ол қымбат дүниені ұстап тұрудың өзіне ақша керек. Ана бір досым бар еді, сен қымбат Rolls-Royce машина алып аласың дейді да, видеосында бензинге жұрттардан ақша сұрап жүресің дейді да. Тура сондай болмау керек та. Rolls-Royce алдың ба, сен нормальный бензинге ақша құятын қаражатың болу керек. Андай ойламау керексің, қазір машинама газ қойдырып аламын деген сияқты, ол уже кедейдің мышлениясы да. А байларда қалай? Байларда оларда білімі бар, тәжірибесі бар, таныстары бар, кіммен араласу керек, кіммен жұмыс жасау керек екенін біледі. Олардан бүкіл дүниесін қайтадан тартып алса, немесе жоғалып кетсе де, олар қайтып орнына қояды. Мен қаншама бай кісілерді көрдім, қанша рет жаңағыдай минусқа кетеді де қайтып көтеріледі, минусқа кетеді де қайтып көтеріледі. Ал кедейлер қандай? Бір минусқа кетсе бітті болды, ол көтере алмайды ол. Ол депрессия болады, ауру болады, жатады, сонымен в общем бәрі кінәлі, ол ғана күшті. Сонымен қайтып тұра алмай қалады. А байлар біледі, что олар қайтадан құлайды, көтеріледі, қайтадан құлайды, көтеріледі. Ол каждый раз құлаған сайын оған тәжірибе, бірақ соңында ол бәрібір үлкен плюске шығады.